Әділбек Қаба, қабір қазған, ақсақал айтқан әңгіме желісімен. Иә, менің де тірідей көмілгенімді жұрт естігенде не болар екен? Құрманғазы қолына домбырасын алып, мынау ұшы-қиыры жоқ даланы ғажап сазға бөлеп бір күй төкті. Күй өкініш пен өксікке толы еді. Бұрын ешқашан еш жерде ешкім естімеген күй. Анау қайнарының тереңнен шым-шымдап шығып жатқан бұлақтың суындай мөлдір неткен. Адамның жан дүниесін тебірентіп, жүрегін қозғап, тамағыңа өксік болып тығылатын бұл күйді бүкіл қазақ әлі талай ғасыр тыңдайтынын Құрманғазы бұл сәтте білген жоқ. Қос ішектен шыққан зардың ішінде тек түрмеден қашқан Құрманғазының өз өмірі ғана емес, Дүрия мен Алқа сияқты мұңлықтардың да қасіретті тағдыры жатыр еді. Бұл ат тұяғының дүбірі мен адамның жан дүниесіндегі арпалысты қатар беретін күйді аяқтаған кезде Алқа Құрманғазыға ерекше таңданыспен қарап айтарға сөз таппай біраз отырды да кенеттен сұрақтың астына алды. Сіз жай ғана ауыл үйдің малын ұрлап қашып жүрген барымташыға мүлде ұқсамайсыз. Неге олай дедің? Мен шоқпар орнына домбырасын арқалап қашып жүрген барымташыны көрген емеспін. Енді көрдің. Сіз кімсіз? Мен шеркеш күйшіден кейін мұндай күй естіп көрмегенмін. Бұл күйді сен емес, өзімнің де бірінші естуім. Сонда қалай? Сіз күйшісіз бе? Жаңағы күйді бірінші рет шертіп отырсыз ба? Бұл сыртқа шыққанда өзгенің құлағына ғажап әуез болып жеткенімен, онда менің жан дүниемдегі арпалыс, онда менің басымнан өтіп жатқан тар жол тайғақ кешуге толы тағдырым жатыр. Жап-жас арыстандай азамат екенсіз, тар жол тайғақ кешетіндей тағдыр басыңызға не тауқымет артып еді? Осы тұсқа келгенде Құрманғазы қызға бүкіл денесімен бұрылып күліп жіберді. Қыз оның неге күлгенін түсінбей аңтарыла қарап еді, бұл одан әрі қатты күлді. Қыз еңгезердей азаматтың екі иығы серкілдеп күлгендегі болмысына қарап қосыла күлді. Осы сәтте айдаланы бастарына көтеріп, бірінен бірі оза күлген екеудің мына отырыстары шынында да күлкілі еді. Бірі жаңа ғана көрден шыққан, үстінде шапаннан басқа лыпа жоқ, екіншісі домбырасын арқалаған қашқын, баспаналары мола, сөйте тұра ештеңе болмағандай күй туралы әңгіме айтып отырған түрлері мынау. Бір сәтте бұған қосыла күліп отырған Алқа кілт тоқтап томсара қалды. Неге күлдіңіз? Менің сұрағаным күлетін нәрсе емес сияқты еді. Құрманғазы тыйыла қалды. Судан соң сабырлы қалыпқа еніп, сәл бөгелді де Алқаға ерекше бір мейіріммен қарады. Сұрағыңа күлмедім, қалқам. Түнде ғана қабірде ана дүниелік болып жатқан адамның өзін ұмытып, менің кім екенімді білуге құмартып отырғанына күлдім. Күйдің әсері болар, әйтпесе оны сұрау ойымда жоқ еді. Сен қонысыңа қайт, мен жолға шығайын. Мен мына түріммен қонысқа барсам бүкіл ауылды шошытпаймын ба? Қалай бармақпын? Мен көрден шығып келдім деймін бе? Онда не амал бар? Ауылға барып әкеме болған жайды түсіндіріңіз, сосын осында киімімді алып келсін. Жоқ, мен ауылға барсам ұстап әкетеді. Енді мені осы мол арасына тастап кетпейтін шығарсыз? Басқа адамдар көрсе Дүрияның кебін киемін, мені тірі қоймайды. Оған құсап мына қабірге қайта жерленгім келмейді. Сіз мені неге тірідей көмгенін білмейсіз ғой. Өзің айтпаған соң. Ешкім баласын тірідей жер қойнына бермейді ғой. Әкем де мені өлдіге санаса керек. Әйтпесе өлім түгілі қоралы қойы мен үйір-үйір жылқысын атап, айттыра келген осы аймақтың мырзаларына лайықты жан кезікпей малға сатпаймын деп үкідей үлпілдетіп отырған жалғыз қызы емеспін бе? Бәрі баяғы Дүриядан қалған домбырадан басталды. Дүрия жерленген соң жұрт біразға дейін ол оқиғаны ұмыта алмады. Біреулері бейшара балаға обал болды, түбіне қарға бақсы жетті десе, біреулері жын соғып сайтан шалғаны рас шығар, әйтпесе көміп тастаған адам көрден қалай шығушы еді? Тұншығып өліп қалмай ма? Құдай біледі-ау, бір пәлесі бар рас деп білгішсінді. Сөйтіп 1-2 ай өткенде
Бұл әңгіме ескірді ме, жоқ көзден кеткен көңілден болады ұмыт дегені рас па, Дүрияны жұрт ұмыта бастады. Бірақ мен ұмыта алмадым. Кереге басында ілулі тұрған сынған домбырасы салынған дорбаға көзім түскен сайын жүрегім қан жылайды. Бір күні бар күшімді бойыма жиып, кереге басындағы дорбаны алып, үйде ешкім жоқта сынған домбыраны құрастырып көрдім. Бөлшектеп кеткені болмаса, қайта құрауға келетін сияқты. Кереметі сол, әлгі домбыраның әр жаңқасы қиюластырып, толық құрастырып бола бергенде, бір леп мені желпіп өткендей болды. Жүрегім өз-өзімнен лүпілдеп аузыма тығылды. Сәлден соң, алғашқыдан да қаттырақ бір леп мені шарпып өткенде, көңілім өз-өзінен өрепкіп, бейне бір енді болмаса қанат бітіп ұшып кетердей күйге түстім. Бұл не керемет? Жүрегім зу ете қалды. Домбыраны қайтадан шашып жібердім де, жанталаса қимылдап дорбаға салуға кірістім. Аузын буып, керегедегі орнына іліп қойдым. Күні бойы әлгі жұмбақ құбылысты ұмыта алмадым. Осынау ғажап сезімді естен шығара алар емеспін. Бейне бір нәрсе менің тамырларының бойына еніп алып, өн бойымды аралап жүргендей. Кеш қарайғанға дейін өң мен түстің арасында бір халде болдым. Тамақ та ішкім келмеді, ешкіммен сөйлескім де келмейді. Тек сол бір ғажап күйден шыққан қауырсындай қалықтай бергім келеді. Түннің бір уағына дейін көз ілдіре алмадым. Бір кездерде қалжырап барып ұйықтап кеткен екенмін. Түсімде тілмен айтып жеткізгісіз ғажап бір бақта жүрмін. Айнала ну орман, гүлге оранған алқап, өмірі көрмеген аң құстар. Әріректе бір үйеңкі мен жаңғақ ағашының ортасында Дүрия аппақ сақалы, өңірін жапқан қария екеуі мені қол бұлғап шақырады. Қасына жақындасам, қолмен салған суреттей керемет сұлу тау-теке маған қарап мүйізін шайқайды. Мен кідіріп қалам. Сөйтсем Дүрия оның арқасын сипап, бұл алқа ғой, домбыраның ендігі иесі осы қыз, және осы нағыз қожасы, Қаражалға тапсыратын адам осы, дейді. Мен қандай домбыра? Қаражал деген кім? Десем, қария уақытынан бұрын ештеңенің сыры мәлім болмайды, бәрін уақытында көресің, дейді. Сосын әлгі жұмақ бақтағы үйеңкіні көрсетіп, саған аманат қылған домбыраның мойны мына үйеңкіден, шанағы мына кепкен жаңғақ ағашынан, пернесі мен ішегі Тәңірінің ғажайып жаратылысы, мынау тау текенің ішегінен, тегі соның мүйізінен жасалған. Қызыр Ильяс дем салып, ғайып ерен 40 шілден қасиет тартқан бұл домбырадан туған күйді тыңдаған адамның жан дүниесі пендешіліктен тазарып, ғажайып күй кешеді. Күй құдіреті деген сол. Домбыраның ендігі иесі сенсің, саған аманат. Бірақ домбыраның жауы көп, бұл күрес ғасырлар бойы жалғасып келеді. Адамның жүрегіне қорқыныш пен түнекті енгізіп қапаста ұстағысы келетін қара күш оны жойып жібергісі келеді. Сенің басыңа әлі талай қиыншылық түседі. Өлсең де оны аман сақта. Мынау саған бойтұмар болсын деп қолыма үкі қауырсынын ұстатты. Ояна кетсем, о тоба, қолымда қауырсын жатыр. Кеше жатарда қолыма үкі қауырсынын алмағаным анық. Тіпті бала күнімде де тіл көзден сақтайды деген ырыммен тақиямның төбесіне таққаным болмаса, үйімнен ешқашан үкі қауырсынын көрген емеспін. Ол маған қайдан келді? Түсімді ешкімге айтпадым. Менің ертегі ұқсас түстерімді есте құлақтары үйренгені сондай, түсімді айта бастасам жүре тыңдайтын болған. Оның үстіне бұл аян түс болар деп жорыдым. Бәрі кешегі күні қолыма Дүрияның сынған домбырасын алғанымнан басталғаны анық. Оның да түш жоруын да осы домбырадан іздеу керек. Осы оймен енді домбыраны қайта құрай алатын ағаш ұстасын іздей бастадым. Ер шабатын, басқа да арба шана, үйдің кереге оқтарын жасайтын, ағаш кесе мен қасық жонатын неше түрлі ұсталарға барғаныммен бәрі
Бұл аспапты құрастыру қиын. Құраған күннің өзінде бұрынғыдай сазды үн шықпайтын болады. Одан да жаңасын жасатып ал, дегенді айтты. Сұрастыра жүріп, ақыры елден жырақтау жерде тек қана домбыра, қобыз шабатын шеберді таптым. Жұрт ұзын бойлы, тарамыс денелі шебердің анадайдан айқайлап тұратын дөң мұрнына қарап, оны мұрын атап кеткені болмаса, оның шын аты табылды екен. Алдына келген адамның бетіне қарап отырып, өткені мен болашағын дөп басып айтатын қасиетіне бола, оны маңайдағы халық мұрын әулие деп атап кетіпті. Мұрын әулиенің мекені менің нағашыларымның қонысынан алыс емес еді. Нағашыларыма барып қайтамыз дегенді сылтауратып, домбыраны қанжығаға байлап, мұрын әулиеге қарай жолға шықтық. Әкем қасыма жеңгем мен тағы екі қызметші қосып берді. Ауылға 1-2 шақырым қалғанда, үлкен жолдың жағасындағы қара талдың көлеңкесінде отырған бір ақсақал. Қара жалдың домбырасын қайда апара жатырсыңдар, деді дауыстап. Мен ат басын бірден тарттым. Қара жал деген есімді түсімде естігенім есіме түсті. Ағмоншақ, анау ақсақал бізден сұрап жатыр ма? Қара жал деген кім деп сұрады жеңгем. Менің атымды атамай Ақмоншақ деп тергейтін жеңгемнің жүзінен таңданыс байқалды. Үстіне аппақ шапан, басына ақ тақия киген сақалы өңірін жапқан ақсақалға көзім түскенде, баяғы түсімдегі қария есіме түсті. О, тоба, бұл сонда тірі адам болғаны ма? Деген ойдан қылаң берді. Бойымды бір белгісіз қорқыныш биледі. Сонда да үрейге бой алдырмай, астымдағы ала аяқ торыны тебініп қалып, қасына таяп, амандастым да, ата, қара жал деген кім? Сіз менің келетінімді қайықтан білдіңіз? Деп сұрады. Домбыраны маған тастап кет, дайын болғанда өзім қолыңа табыс етемін, деді ақсақал. Жоқ, мен сізге тастай алмаймын. Мен оны қалбына келтіру үшін мұрын ұстаға апара жатырмын. Ал, онда апара ғой. Ол кісіні қалай тапсам болады? Сенің нағашыларың жақсы біледі, бірақ домбыраны нағашыларыңның ауылына қондырма, қасиеті ауып кетеді. Ол қалай ауады сонда? Оны сөзбен айтып түсіндіру қиын балам. Осы ауылда бір қыз дүниеге келді. Ол аты елге жайылған үлкен күйші болады. Егер бүгін қондырсаң, домбыра қара жалға бұйырмай, осы қызға бұйырады. Бірақ ол әлі жергөкте жатыр. Қыз бой жеткенше домбыра керегеде босқа ілулі тұратын болады. Егер қондырмай жеткізсең, домбыра қара жалға бұйырады. Қыз өсіп, бой жетіп, қолына домбыра алғанша, сендегі қасиетті домбырамен қара жал талай күйді дүниеге әкеледі. Әлемді тербетіп, сол қасиетті күйлер дүниеге келмей қалмасын деп, мен сенің жолыңды күзетіп отырмын. Сіз оның бәрін қайдан білесіз? Балам, кейде жауабы жоқ сұрақтар да болады. Оның жауабын өзің табасың. Бүгін кештен қалма, жолың болсын. Ақсақал осылай деді де, әріректе тұрған атына қарай беттеді. Мен қасымдағыларға келіп қосылып, ары қарай кеттік. Жол бойы әлгі ақсақалдың әңгімесі құлағымнан кетпеді. Ақсақал не білгісі келіпті, деді жеңгем. Кейде жауабы жоқ сұрақтар болады, оны кешке білеміз. Осылай мен де жұмбақтап қайра салдым да, алаяқ торыны тебініп қалдым. Ол орнынан атырыла жөнелді. Жеңгемнің сұрағы жауабын таппай, ауаға ілініп қалды. Нағашыларыма жетіп, мәре-сәре көрісіп, ас-су ішкен соң қасыма шешемнің кенже інісі Берден мен жеңгемді ертіп мұрын әулиенің үңгіріне беттедік. Оның үңгірде тұратынын Берденнен естіттім. Күн ұясы батпай қайта оралуымыз қажет еді. Біз жақындағанда алдымыздан бір жас жігіт шықты. Әулие домбыра әкеле жатқан қызды күтіп отыр. Сіздер анау ағаштың көлеңкесінде отыра тұрыңыздар, деді ол. Берден әулиенің мінезін біледі екен. Әулие қалай айтса солай істеу керек, әйтпесе ашуына тиіп қалуымыз мүмкін. Ол біздің келе жатқанымызды қайдан біледі? Елдің айтуынша ол кімнің келетінін күн бұрын біледі. Кейде келе алмайтын адамды өзі деп барып көмектеседі екен. Ойпыр-ай, мына
қазақтың даласында осыншама қасиетті адамдар бар екен білмейді екенбіз-ау. Рас айтасыз, небір ғажап қасиетті адамдар туралы естігенде тіпті ертегі сияқты көрінеді. Әкем қазақ о бастан қасиет қонған халық. Сол қасиетінің арқасында бабаларымыз әлемге мәдениет пен білім, өнер таратқан деп отырушы еді. Рас болар, сіз барыңыз, біз осында күтейік. Мен үңгірге беттедім. Үңгір терең көрінді. Қап-қараңғы болып көрінбей тұрған үңгірдің түбі аждаһаның апаны сияқты қорқынышты еді. Кірген бетте сол жақ қабырғаға таяу жерде ақ киіздің үстінде отырған ақсақалды байқадым. Жақындап келіп, армысыз ата, деп амандасып едім, ол теріс қарап отырған бойы. Бір күнде 2 рет амандасқаныңа қарағанда, сені әкең ерекше ізетті ғып тәрбиелеген-ау балам, деді. Сөйтті де маған қарай бұрылды. О, тоба! Бұл күндіз өзім көрген, менен домбыраны тастап кетуімді өтінген ақсақал еді. Сіз? Иә, менмін балам. Бағана сен домбыраны нағашы жұртыңа қондырып қояр деп алдыңнан шығып өзім алып кетпек болып едім. Бірақ сен бірінші кездескен адамға сенбедің, қолыма бермедің. Сіз екеніңізді білмедім ғой. Мұнда келуіңнің де мәні болуы тиіс. Мүмкін жаратушымыз тек күй тартып ғана қоймай, күйшінің жан жолдасы домбыра жасаудың қандай болатынын танысын, ұғынсын деген шығар. Кел отыр, әкел домбыраны. Мен сынған домбыра салынған дорбаны қолына ұстаттым. Ол дорбаның аузын шешіп, ішіндегісін ақ жайма үстіне төкті де ақырындырап құрастыра бастады. Ойып жасаған домбырасынан көбірек сынған тұсы қақпағы еді. Мойыны мен шанағы сау тәрізді. Ақсақал домбыраны түгел құрастырған сәтте үңгір керегесіне таяу кермеге ілінген домбыралар селкілдеп, бүкіл үңгірде бір өіл басталды. Бейне өіл үңгірдің анау тереңнен шығып жатқандай. Қасиетіңнен айналайын, қара домбыра. Қатты ауырсынған екен. Домбыраның обал сауабы тым жоғары болады. Бұл әр үйге кие дартып, қара күштерден қорғап тұратын қасиетті нәрсе. Оны қорлауға, аяқ асты ету кесір саналады. Қазақтың домбыраны қасиеттеп, жоғарға іліп қоятыны сондықтан, деп ол баланың басынан сипағандай сынған домбыраның шанағын сипап еді, манағы құбылыстың бәрі сап тиылды. Содан соң қария Дүрияның домбырасын аударып төңкеріп, тағы біраз қарады. Маған қалдырып кет. Мен оны баяғы қалыбына келтіріп, қайта жасап шығамын. Мен нағашылардың үйіне 1 аптадай аялдаймын. Қайтарда соғып ала кетсем. Бұл 1 аптада біте қалатын дүние емес. Анасы сәбиін қалай 9 ай көтеріп толғатып босанса, шеберлер де домбыраны солай аялап, баптап, бар ықыласын салып, оған жан бітіреді. Сондықтан одан туған күйдің де жаны, рухы бар. Сол рух адамға құлақтан кіріп, бойын алғанда адам өзгеше күйге енеді. Жылайды, күледі, тебіренеді. Ал домбыраға қастандық жасалғанда, оның пернелері ыңылдап, жас баланың жылағандай үн шығаратыны да сондықтан. Әр домбыра қасиетті ме? Әлде мына домбыра ерекше қасиетті ма? Дүниеде келген әр адамның жаманы бар ма? Жоқ. Оның әр қайсысын Тәңірі үлкен махаббатпен жаратты. Бірақ әр адам өзінің өмірінде қандай жолды, мінез құлықты таңдауына қарай өзін не жақсы, не жаман етеді. Адамның мінезі, іс-әрекеті жаман болса, оны Құдайдан көрмеуі керек. Өйткені әр адам таңдауды өзі жасайды. Құдай ұрыға ұры бол деген жоқ. Ол нәпсіні тие алмай, тез байықсы келіп, ұрлық жолына түсті. Құдай қаныпезерге адам өлтір деген жоқ. Ол өзін ұстай алмай, немесе біреудің дүниесін емдену үшін кісі өлтірді. Осы сияқты домбыраның да өз тағдыры бар. О баста олардың қай-қайсысы да киелі, таза. Оны иеленген адам оны төрге іліп қойып, оған саусағын да тигізбесе, оның ғажап үнін естімесе, жүрегі содан жұмсармаса, домбыраның қасиеті кемиді. Ол өз иесіне қуаныш, бақыт сыйлай алмайды. Жансыз, рухсыз бір кесек ағашқа айналады. Ал
Күйді сүйетін, тыңдайтын шаңырақтағы домбыра сол үйге күнде қуаныш сыйлайды. Күй ойналып, ән айтылады. Бұдан адамның жан дүниесі тазарады, рухы асқақтайды. Рухы асқақ адамдардың пендешілігі аз болады, қатыгездік пен арамдыққа бара бермейді. Міне домбыраның қасиеті осындай, балам. Ал мына домбыра талай ұлы күйлердің атасы һәм анасы болатын домбыра. Ол Қаражалдың қолына тигенде, осы домбыраның шанағынан туған күй әлемді тербететін болады. Қаражалды қайдан табам? Оны іздеме, ол сені өзі табады. Сіз сияқты шеберге мына домбыраны қайта жасап шығуға көп уақыт кете қоймас. Оны бір тәңірге ғана біледі. Есіңде болсын, балам, домбыра әр адамның жүрек пернесін дөп басу үшін оның үні ерекше болуға тиіс. Мен саған оның сырын ашайын, кейін ұрпақтан ұрпаққа жалғарсың. Есіңде болсын, балам, қасиетті домбыраға кез келген ағаш жарай бермейді. Қазақ домбыраны қасиеті ерекше тұт, тораңғыл, жаңғақ, қайың, қылқанды ағаш немесе қызыл ағаштан жасайды. Ерекше күй туарда күйші ерекше домбыра жасаларда домбыра шебері аян алады. Сенің алған аяның есіңде болар. Олай болса, бұл домбыраның қандай киелі ағаштан жасалғанын білесің. Домбыра сыңғырлаған, кебу болмаса жүректі тербейтін қанық үн шығара алмайды. Бала туылғанда домбыра оюға арналған, арнайы алынған ағаш сол бала сүндетке отырғызылғанға дейін, яғни 5 жылдай кептіріледі. Кебу ағаштан жасалған домбыра үнінің жаңғырығын таза шығуы қақпағына, таңдалған ағашқа, оның дұрыс кептірілуіне, қалыңдығына және дұрыс жабылуына байланысты, қарағым. Үні ұзақ һәм жүректі тербететін ғажайып күшке ие болғандықтан, шеберлер шырша ағашын домбыраның қақпағына таңдайды. Қой ішегі қоңыр дыбыс шығарады. Ол адамның жан дүниесін баурап, сана көзін ашады. Ондай ішекті жасау үшін қой ішегі тұз қосылған суық суға салып, сосын тазалап, ұршыққа иіреді. Иірілген соң оны көріп, керіп тастайды да, бір қалыпты созылу үшін қаншалықты жіңішкерту қажет болса, соған қарай ауыр жүк қояды үстіне. Жүк басқан сайын керілген ішек созыла түседі. Әбден кепкенде домбыраға тағылады. Міне осылай шырағым, саған сен қайтқанша домбыраң дайын болмайды дегенім де осыдан. Дүрияның домбырасының қақпағы тас-талқан болған екен. Енді оған лайықты дәл өзінкіндей қасиетті ағаш тауып жау. Әу бастағыдай қалпына келгенде домбыраны өзім қолыңа салам. Қария әңгіме осымен бітті дегендей орнынан тұрып сыртқа беттеді. Мен де қариямен қоштасып, нағашыларымның үйіне қайттым. Бір аптадан соң мен ауылға оралғанда естіген алғашқы жаңалығым қарға бақсының Дүрияның ағасы Құбашты байлап әкеткені еді. Жұрттың айтуынша, қарындасын таспен ұрып өлтіргенін айтып, билерге жүгінбек болған күні қарға бақсы үйіне келіпті. Аз кем әңгімеден соң қарындасы сияқты Құбаштың да ішіне жын кірген, оқып жынын шығармасақ, бүкіл ауылды қаралық басады деп, оны жігіттерге байлатып әкетіпті. Мұны естігенде әкем тас-талқан боп ашуланды. Алдымен кінәсіз қызды өлтірді. Енді жазықсыз азаматты тападай тал түсте байлап әкеткені қай басынғаны? Бақсыны да Құбашты да алып келіңдер, бидің алдында жауап берсін деп әкем бір топ жігіттерді аттандырды. Бірақ дәл сол күні тағы бір сұмдық оқиға болды. Есет батыр бастаған Ресей отаршыларына қарсы көтерілісті басуға бара жатқан казактардың бір тобы ауылға шабуыл жасап, сойылмен қарсы шапқан жылқышыларды атып құлатып, өрістегі жылқыны үйірімен қуып кетті. Есет батыр? Иә, солай деп айтты. Білетін бедіңіз? Жоқ, бірақ мен түрмеде жатқанда Есет Көтібар ұлының батырлығы туралы көп естіген едім. Ол еділ мен жайыққа ауыз салып, қазақтың жерін тартып алып, елді ата мекенінен тықсырып келе жатқан Ресейдің қатын патшасының әскеріне, казак жасауылдарына қарсы көтеріліс бастапты. Біздің ауылдың жылқысын қуып кеткенде сол казактар көрінеді.
қапыда басып қалған ғой. Жауға малды қолдан бермейміз деп сойылмен қарсы шапқан жігіттердің бәрін қырып салыпты. Көп адам мерт болды ма? 7 адам. Олардың ішінде менің де бір ағатайым бар. Алханың көзі жасқа толып, сөзінің аяғын жұтып қойды. Өзі ана дүниені табалдырығынан қайтып отырса да, туған бауырына деген сағыныштық қасіретінен жүрегі қарс айырылып отырған қызды Құрманғазы аяп кетті. Туған қарындасы болса, көз жасын сүртіп, маңдайынан сүйіп жұбатар еді. Бақыл болсын, деді сабырмен. Неткен қатыгез адамдар, олардың да бала шағалары бар шығар, тыныш жатқан елде несі бар? Басқыншы жауда жүрек аяушылық болсын ба, қалқам? Олардың мақсаты мына даланы жайлаған бар қазақты қойша қырып, жерді босатып алып, өз халқын қоныстандыру емес пе? Олардың осы ойын білген Есет батыр шекараға жақын орналасқан орыс бекіністеріне шабуыл жасап, үрейлерін алған көрінеді. Содан болар бұлардың беталысы жаман. Есет батырдың сарбазы көп пе екен? Оның анығын білмедім. Түрмеде жатқанда естігенім, әуелде Есет батыр Жоламан батырмен бірге Елек қорғанына шабуыл жасап, зәре құттарын алыпты. Осындай ірілі ұсақты бекеттерді талқандап, оларға жерімізді тез отарлап алу ниетін іске асырмай тастаған сияқты. Олар енді көп әскермен келсе қайтпекпіз? Патша саясатына қарсы шыққан үшін айдалған бір оқымысты орыстың түрмеде маған айтқан әңгімесінен түсінгенім, Ресей патшасы сонау Жетісу, Алтайға дейін жерді басып алғысы келеді екен. Менің бауырым, ауылдың 7 бірдей апталдай азаматы жасықсыз қаза болды. Балалары жетім, әйелдері жесір қалды. Сонда олардың осылай баса көктеп, жерімізді басып алғалы отырған озбырлығына көне береміз бе? Жау тым күшті, мықты қаруланған. Содан да болса білуімше, Есет батыр аралдың батыс жағалауымен үлкен және кіші борсық құмдарын, Мұғалжар тауларын, Жем, Сағыз, Ырғыз, Елек, Ойыл, Қиыл өзендерінің бойын жайлаған бар қазақ хабар айтып, Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы көтеріліс бастапты. Мен түрмеден қашып шыққан бойда осы бағытты бетке алғаным да сол. Есет батырдың қолына барып қосылсам деген мақсат еді. Әйтпесе соңыма түскен орыс түрмесінің жендеттері мені ұстаса тірі қоймайды. Онда сізге менің әкеммен кеңесу керек. Әкем осы оқиғадан кейін сайдың тасындай жігіттерді жинап, оларды әлгіндей казактар шабуылдаса, елді қорғасын деп орайы келсе, Есет батырға жібермек болып дайындалып жатыр. Ауылдарыңды шапқан казактар қайта оралмады ма? Жоқ, олар жол жөнекей кездескен ауылдарды шауып, тонап, жылқыларын айдап кетіп, ары қарай жылжып бара жатқанға ұқсайды. Басқыншының ісі осылай болады да, елге обал, жаз жайлауынан, қыс қыстауынан, алдыңғы малынан айырылып, боздақтардың басын құшып аңырап қалатын болды. Жау жағадан алғанда бөрі етектен деген рас-ау, әлгі казактар жасағының алдынан шығып, ауылды әкемнің ен жатқан малын көрсеткен қара бақсы екен. Әкең жігіттерін жіберіп, оны жазалатпақ болған соң жаумен ауыз жаласқан болды ғой онда. Ол жағын анық білмеймін. Жұрттың айтуына қарағанда, қарға бақсы солардың тілінде мүдірмей сөйлейді екен. Бақсы ма? Орыстың тілінде сөйлейме екен? Естуім сондай. Бұл бақсы өз сендерге рулас ағайын адам ба? Руын білмеймін, бірақ оның бұл маңда пайда болғанына 10 шақты жыл болған көрінеді. Келген бойда емшілік жасап, бақсы ойнап, тез сіңіп алды. Сіңбе, де. Құбашты құтқарып, қарға бақсыны бидің алдына жығу үшін әкем жіберген жігіттер оның үйіне барса, ол жігіттермен казактардың алдынан шығуға кетіпті. Олардың келетінін қайдан білген? Сол жағы бәрімізге де жұмбақ. Жігіттердің айтуынша Құбашты құтқаруға барған жігіттердің 2-ге бөлуіне тура келген. 5 жігіттің 2-і Құбашты ауылға алып қайтатын болып, 3-і оның ішінде менің ағакем де бар. Қара бақсыны тауып алып қайтпақ болып ізіне кетеді. Сөйтіп із кесіп келе жатып,
Олар қарға бақсының казак жасауылдарымен кездесіп, сөйлесіп тұрған жерінен үстінен шығады. Бұқпантайлап жақындап барып тың-тыңдаса, қарға бақсы аналардың тілінде бірдеңені көз ілтіп айтып жатқан көрінеді. Содан соң казактардың 20 адамдық жасағы тура жылқылар жатқан тұсқа тартады. Жақын келгенде қара бақсы қасындағы 2 жігітімен кері қайтады да, аналар қос қанаттан жылқышыларға тап береді. Қиқулап шапқан аттардан үріккен жылқышыларға қайыру бермей жосып береді. Осы кезде казак жасақтарының бірі өздеріне қарсы шапқан 5 жылқышыны мылтықпен атып түсіреді. Мұны көрген ағатайым қасындағы 2 жігітімен арқа тұстан тап береді. Жауға тіке шапса, казактардың мылтығының қарауылына ілінетін болған соң, бұлар аттың бауырына қарай жантая жатып алып, жаудың қалың ортасына қарай шабады. Арасына келіп кіргенде Ағекем біреуін шоқпармен тізеден бір ұрып аттан аударып тастайды. Қайтадан аттың бауырына тығылып, құйғытқан күйі жаудың екіншісін жарыса шауып бара жатып, желкеден бір ұрып қалпақтай ұшырады. Дәл осылай Ағекемнің қасындағы 2 жігіт те 2 казакты қағып түсіреді. Осы сәтте бала күнінен ат үстінде өскен жылқышының ұлы да қыл арқанды лақтырып жіберіп бір казактың дәл мойнына түсіріп, тақымға басып сүйрей жөнеледі. Дала қазақтарының оңай жау емес екенін білетін казактар осы кезде тез ес жиып, ат басын іркіп, топтала қалып бұларға оқ жаудырады. От шашып, қорғасын түкірген мылтыққа шоқпар қалай төтеп бере берсін. Сәлден соң казактардың 20 адамдық жасағы 4 жылқышы мен менің ағамды және қасындағы 2 жігітті бірінен кейін бірін баудай түсіріпті. Түс ауа жылқышыларға ас су ала келген жігіттер жау қолынан қыршын кеткен азаматтардың мәйітін тауып алыпты. Ішінде ағатайыммен бірге барған жігіттерінің бірі әлі жан тапсырмаған екен. Казактардың шабуы мен қара бақсының әрекеті туралы жан сол тәсілім етер алдында айтып үлгеріпті. Алқа қыздың әңгімесі Құрманғазының өз басынан өткен нелер қилы замандарды есіне түсірді. Еділ мен Жайықты алып жылжып келе жатқан мына жаумен арпалысып жүрген бұл ғана емес екен ғой. Қатын патшаның қатыгез жендеттерінің зұлматын жуықта бүкіл ел тартатын сияқты. Сайын далада еркін көшіп қонып жүрген қазақтың жайылымын тарылтып, шөбі шүйгін, сулы нулы жерлерді тартып алып, ол жерге казактарды қоныстандырып, бекіністер салып жатқан патшалық Ресей бұл жұртты жойып жүрмесе не қылсын? Не істеуге болады? Мына қыздың сөзіне қарағанда, әкесі билігі мен дәулетін сақтап қалу үшін басқыншылардың сойылын соғатын сұлтандардың итаршыларына ұқсамайды. Онда тірідей жерленген қызын қолына салып, көтерілісшілерге қоспақ болып отырған жігіттермен бірге Есет батырға барып қосылғаны жөн шығар. Осы тоқтамға келген Құрманғазы Алқаға бұрылып қарап еді, ол бүрісіп, тізесін құшақтап отыр екен. Жарайды, мен сені қонысыңа алып барамын. Дүрияның қайта тіріліп келгенінен кейін жұрт сенен де шошып жүрер. Сенің тірідей көмілгеніңді мен ойда жоқта тап болып қазып алғанымды айтып түсіндірермін. Мың жасаңыз, ағатай, бірақ мен сізге өзімнің неден қайтыс болғанымды айтқан жоқпын ғой. Өзің айтарсың, сен неден өлдің деп сұрауға батпадым, өзің айтпадың. Менің тірі кезімде көрсе зәре құты қалмайтындар, көрден тіріліп келгенімді көрсе мүлде шошитын шығар дегенді бағана бекер айтқан жоқпын. Көп ұзамай, мұрын әуле домбырамды жасап әкеліп берді. Сол домбыраны әкелетін күні түс көрдім. Түсімде бір аппақ таудың басында 6 қанат ақ үйдің тура қақ ортасында жатыр екенмін. Киіз үйдің шаңырағына, үйге, мен жатқан жерге аспаннан күн сәулесімен бірге бір нұр төгіліп тұр. 6 қанат үйді айнала өңкей аппақ киім киген, сақалдары белуарына түскен ақсақалдар отыр. Бір ғажап күй ойналып жатыр. Әлгі күйдің кереметтігі сондай, жан дүнием елітіп, менің жаным тәнімді тастап ұшып шығады. Өзімнің тәнім жерде қалып бара жатқанын сезіп тұрмын. Бір сәтте көтеріле келе шаңыраққа жақындағанда, бұл домбыраны аманат етеміз бе? Деп сұрайды бір белгісіз дауыс.
жұмсақтығы сондай, бұл мен өмір бойы сағынып өткен адамның даусына ұқсайды екен деймін. Сол кезде төменде жағалай отырған ақсақалдардың бәрі мақұлдап, аманат, аманат, аманат дейді, жарыса дауыстап. Бір уақытта аспаннан маған ай белгісі алтын жіппен кестеленген аппақ матаға оралған домбыра түседі. Мен жас сәби анасы қандай мейіріммен құшағына алатын болса, сондай мейіріммен оны қолыма алып жатырмын. Бір кереметі сол, мұрын әулие сол түсті көрген түннің ертесіне домбыраны әкеліп берді. Одан да ғажабы, ол домбыраны орап әкелген ақ матаның бұрышында алтын жіппен кестеленген ай бейнесі бар еді. Менің өмірімдегі адам сенгісіз оқиғалар сол күннен басталды. Жалғасы бар.